Қазақстанда бензин арзан деп кеудемізді соғамыз, алайда такси құны бойынша ТМД-да бірінші тұрмыз. Сонда бұл ақшаға құныққан жүргізушілердің кінәсі ме, әлде таксопарктердің пайызы көп пе? Сондай-ақ қазіргі таңда Яндекс таксиде 200 мыңнан жүргізуші тіркелсе, оның 50 мыңы негізгі табыс үшін күн көріп жүр дейді депутат Сұңқар Ислам. В мировом рейтинге по стоимости услуг такси Казахстан занимает 73 место. По состоянию на 31 марта 2024 года стоимость услуги такси в расчете на 1 километр составляет $0,67. Это самый высокий показатель среди стран СНГ. Депутат Ислам қаншалықты рас сөйледі, бірге тексерейік. Депутат такси құны бойынша статистиканы дұрыс келтірген, алайда көрсеткен дерегі күмәнді. Қалайша? Түсіндірейін. Депутат Сұңқар Ислам ақпаратты Намбе оның деректеріне сүйене отырып жасаған. Ал Намбе оның өзі статистиканы қарапайым адамнан сауалдама арқылы жинайды. Сондықтан да оның методологиясы нақтылықты білдірмейді, яғни әуесқой дерек десек те болады. Ал статиста 2023 жылы ақпанда әлемдегі ең арзан такси бойынша инфографика жасаған. Алғашқы 10 мемлекетте ТМД құрамына енетін 4 ел бар. Ресей, Армения, Беларусь және Өзбекстан. USA Today'де такси құны бойынша әлемдегі ең арзан 10 ел туралы жазды. Олардың арасында ТМД елдерінен бірде-бір ел жоқ. Бізге таныс елдер арасында Қытай, Түркия және Таиланд бар. Ал Қазақстанда қанша адам таксимен нәпақасын табуда деген сұрақ туындайды. Урбан форум Қазақстан зерттеу жасаған. Соған сай 2023 жылы Қазақстанда 213 мыңнан астам такси жүргізушісі тіркелген. Оның 13% негізгі табыс болса, 83% қосымша табыс. Такси жүргізушілердің 10% көлігін жалға алса, қалғанның өздерінің көлігімен тіркелген. Жалпы таксидің орташа бағасы 970 теңге болса, мегаполистерде орташа есеппен 1000 мен 3000 теңгенің арасында. Жағдай осылай. Номеріңді айт, жалмауыз. Қаншалықты жиі таксимен жүресіз? Бағасына көңіліңіз тола ма? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.